Я Оспанова Бағлана. Менің есімім Оспанова Бағлан, тамаша 4 баланың анасымын. Вставай, солнышко. Вставай. Родовые выплаты довольно так очень хорошие мы получили. Бала дүниеге келер алдындағы төлемдер отбасымызға өте жақсы қолдау болды. Әрі бұл біздің көптеген мұқтаждығымызды өтеуге көмектесті. Осы қаржылық жәрдемді отбасымыздың, балаларымыздың игілігіне жұмсадық. Сондай-ақ біз бүлдіршінімізге қажетті дүниелерді сатып алдық. Көп балалы отбасы ретінде мемлекеттен 63 мың теңге көлемінде жәрдемақы алудамыз. Бұл ай сайынғы көмек біздің отбасымыздың кейбір шығындарын жабу үшін айтарлықтай қолдау болып отыр. Дегенмен біз тек осы төлемге үміт артпаймыз. Өйткені біздің отбасылық жеке кәсібіміз бар. Біз барынша балаларымыздың дамуымен айналысамыз. Мы хотим, чтобы они были полезны нашему государству. Біз балаларымыздың елімізге пайдалы болғанын қалаймыз. Сондықтан олардың дамуына күш-жігерімізді салып, барлық мүмкіндіктерді пайдаланамыз. Если ранее Егер бұрын жәрдемақыны 1 жылға дейін ғана алған болсақ, қазір бюджет тарапынан қолдау күшейтіліп, жәрдемақыны 1,5 жылға дейін ұзартты. Ол да болса бізге балаға ұзағырақ көңіл бөлуге мүмкіндік беретін болады. Тем самым я могу заниматься. Сол себепті мен балаларымның дамуымен айналыса аламын. Оларды түрлі үйірмелермен, қосымша сабақтарына апарып, барлық уақытта қастарында болып, көз қырымды салып жүрем. Хотелось бы поблагодарить наше государство. Мемлекетімізге, өз халқына, үйде бала күтімімен отырған аналарға көрсетіп жатқан қамқорлығы үшін алғысым шексіз. Осындай қамқорлықтың арқасында біз балаларымызға көбірек жылу беріп, уақыт бөліп, әрі аналық махаббатымызға бөлеудеміз. Бірақ осы орайда біз баланы мемлекет үшін емес, өз болашағымыз үшін өмірге әкелетінімізді айтқым келеді. Ең әуелі бұл біздің саналы шешіміміз, сонымен бірге мемлекеттің қолдауы да өте маңызды, әрі пайдалы. Елімізге көп балалы отбасыларға осындай нақты көмек, жағымды қолдау бар екеніне өте қуаныштымын. Мемлекетіміздің өз халқын қамқорлықсыз қалдырмайтыны қандай жақсы. О своем народе. Моя жизнь, моя радость, и моя жизнь. Мемлекет қамқорлығы әрине өте жақсы, бірақ көптеген ата-аналарға айтқым келетін бір нәрсе бар. Ол жалғыз мемлекетке ғана үміт артып, үйде отырып қалмай, өзіміздің де алға қарай дамуымыз қажет. Өйткені тұрмысымызды түзеп, балаларымызға қолдау көрсетуіміз өзіміз үшін керек. Біз бәріміз отбасымызбен бірге елімізді де жақсы көре біліп, отанымыздың патриоты болайық.